Міне біз Binance биржа кошелегін жүктейтін боламыз. Осыны верификация жасаудың жолын көрсетемін. Міне мысалы бізде биржа кошелек Binance'ды App Store'дан, егер iPhone болса, Android болса, Play Market'тен тартып аламыз. Сосын бұл бірінші предложение. Екіншіміз бізде мынау аутентификаторда жазып аламыз. Міндетті түрде. Міне біз Binance'ды жүктеп алдық. Жүктеп алған соң бізде мынандай парақша шығады. Бұл жерде біз новичок, я новичок в криптовалюте дегенді осыны басып кіреміз. Мына жерде мен қазір Binance'да я новичокты бастым. Енді мына бетте мына код подтверждениені біз неден аламыз? Электронный почтаға кіреміз. Обновление жасаймыз, төбеден төмен қарай тартып. Мынандай домалақ болып шығады. Төбеден төмен қарай тартқан кезде мына обновление. Мына код келді. Binance'дан мына кодтың үстіне бассаңыз, копировать етіледі. Копировать етіп, Binance'ға барамыз. Кодты қоямыз. Қайттан шығып кетті қазір. Қайттан заново жасадым. Қайттан пароль жібердік. Міне келді пароль. Копировать. Енді Binance'ға барып ставить етеміз. Мен пароль скопировать етіп алдым. Мынасы қойдым. Получить. Енді пароль жазамыз. Парольді мына жердегі шарттарға байланысты жазуымыз керек. Әріпті, санды, пробел, нелерді қосып. Міне парольді жазған кезде мынандай барлық галочкалар шығады. Енді дәлем басамыз. Мына жерде я новичок. Сосын мына жерде. Мына жерде біз уже регистрация электронный почтамызды тіркеп қойдық қой, войти в систему. Одан кейін далее. Бұл жерге өздеріңіздің парольдарыңыз жазасыздар, бағана жасаған. Өздеріңіз создавать еткен пароль жазасыздар да далее. Міне пройти верификацию деп шықты. Мында верификация жасаймыз. Бір-екі рет қайталады, электронный почтаның паролін сұрады, және верификация, подтверждение электронный почтаға бір-екі рет сообщение жіберді, соларда 2 рет істедім, 2 рет 3 рет істедім. Содан кейін верификация деп шықты. Мына жерде Қазақстанды таңдаймыз. Продолжить. Нет. Мына жерде нет болып тұрады. Продолжить. Мына жерге регион Қазақстан. Басқан кезде шетін Қазақстан шығады. Мына жерге аты жөніңіз, туған күніңіз, айыңыз, жылыңыз жазылады. Мына жерге адрес жазасыз. Мына жерде шықты. Мына индекс не обязательно. Продолжить. Мына бет ашылады. Одан мына жерде иінді табамыз. Мынаны продолжить басамыз. Енді иінімізді жазамыз. Телефон номерімізді жазамыз. Одан продолжить. Мына жерге код келеді. Соны иінді жазып болғаннан кейін соны жазамыз. Сразу 39. 1 минутта үлгеріміз керек. Астында стрека тұрды, соны бастым. 75, 17, 39. 14-14-тен сообщение келді. Действующий телефон номерлеріңізді жазасыздар. Енді продолжить. Түрімізді видеоға түсіретін болады. Түрімізді осы суретке қарап, оңға, солға бұрылып, снимок экраны жасайды. Сосын барып, бізді мындай на рассмотрение жібереді.
бұл 1 сағат аралығында электрондық почтаға жауап келеді, соны күтеміз. Сол жауап келгенше біз мынау аутентификаторды жүктейміз, сосын электрондық почтамызды тіркеп ашып қоятын боламыз. Мына электрондық почтаны жүктеген кезде мынандай мысықтың суреті шығады. Мысықтың суретін шыққаннан кейін мына жерге код қоятын боламыз. Енді кішкене күте тұрамыз. Бұл жерге қазір электрондық почтаға жауап келген соң жазатын боламыз. Мына бізге электрондық почтаға сообщение келді. Сөйтіп біз Binance кошелегімізге кіретін боламыз. Binanceға кірдік. Мына жерде сары значокты басамыз. Басқаннан кейін бізде мынандай бет шығады. Осы жерде мына 3 бұрышына басамыз. Кіргеннен кейін мына безопасностьқа кіреміз. Безопасностьта біз предложение для аутентификации осыны басатын боламыз. Сосын бізде мынандай бет шығады. Енді включить. Енді осы жерде мынаны копировать етеміз да, аутентификаторға барып қоятын боламыз. Мына ключ, ввести ключ настройкаға кіреміз да, соны жаңа парольді қоямыз. Мына жерге Binanceға кіріп, дален басып, 15 секунд сайын пароль беріп тұрады. Сол парольді қоятын боламыз осы жерге. Сосын добавить басамыз. Осында бет шығады, добавлено, предложение для аутентификации добавлено деп шықты. Біз қайттан Binanceға келдік, енді назад артқа қарай шығатын боламыз. Мына артқа қарай шығамыз. Мына сары значогымыздың ішіне кірдік. Мына артқа шыққан кезде мына сары значокты басамыз да, кіреміз. Кіргеннен кейін мына P2P-ға кіреміз. Мына P2P. Да, у меня есть опыт дейміз да, кіреміз. Мына жақта подтвердить. Мына жерде біз енді профильге барамыз. Профильге барғаннан кейін мына жерде добавить способ оплаты. Мына способ оплаты басамыз. Сосын осы жерге бізге керекті өзіміздің картамыздың атын барлығын жазатын боламыз. Қаламыздың атын жазамыз. Мына беттің барлығын толтырғаннан кейін мына подтвердить деген шығады. Осы подтвердить сары болып жанады. Сол кезде осыны басып ары қарай өтесіз. Міне енді бізге не сұрап тұр? Аутентификатордан басасы да, аутентификатордан жаңағы біз кірдік қой, сол жерде пароль береді. Сол парольді басып кіресті, парольді копировать етіп осы жерге қоясыз. Қойғаннан кейін электронный почта мынаны басасыз. Сосын электронный почтаға барасыз да, оны бүйтіп жоғарыдан төмен қарай тартып обновлять етесіз. Сол кезде Binance'дан код келеді. Сол кодты алып осы электронный почтаға қоясыз. Сосын ары қарай өзі жүреді. Ары қарай болады, сонымен бітеді. Способ оплаты барлығын тіркеп қоясыз. Болды, енді P2P-ға барып, любой кезде өздеріңіздің ақшаларыңызды аударып, ауыстырып, жұмыс жасай берсеңіздер болады. Осымен біздің Binance сабағымыз аяқталды. Осы Binance'дан қалай ақша салу керек, қалай ақшаны сатып алуға болады, соны көрсететін боламын келесі видеоларда. Жүктеп, верификация жасау жолы, арнама тіркеліп, мені қолдап өтіңіздер. Алғысым шексіз, рахмет барлықтарыңызға. Сәттілік, лайк басып өтіңіздер.